Білім беру саласындағы жемқорлық тыйылар емес. Соңғы 9 айдың өзінде білім саласында қызметкерлеріне қатысты 12 қылмыстық іс қозғалған. Осылайша мемлекетке 2,4 миллион теңгеден астам шығын келген. Жыл соңына дейін аталған көрсеткіштің өсуі әбден мүмкін дейді мамандар. Сондай-ақ балабақша меңгерушілері, мектеп директорлары, олардың орынбасарлары, қалалық және аудандық білім бөлімдерінің басшылары мен өзге де лауазымды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа жол беріп отырған көрінеді. Мысалға, Теміртау, Қаражал қаласы мен Шет ауданы білім бөлімдерінің бұрынғы басшылары ірі көлемде пара алу үстінде ұсталса, бірнеше мектеп балабақша директорлары осындай фактілермен қолға түскен. Премия, допустим, у нас в суд направлено 7 уголовных дел. 7 сотқа жіберілді, ал биыл тіркелген 12-тің бірі алаяқтық, екеуі пара алу бойынша. Бұл 4 лауазымды тұлғаға қатысты өтті. Біз осы жиын арқылы білім саласы қызметкерлер мұндай жағдайға үреймен қарамай, түсіністік танытуларын сұраймыз. Әрдайым кез келген уақытта жемқорлықтың алдын алуда бірлесе жұмыстар атқаруымыз тиіс. Көрсеткіштерге көз жүгірткен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті басшысы Жандос Сәрсенов те білім саласындағы жемқорлық құқық бұзушылықтың артып отырғанын алға тартты. Лауазымды орынға жайғасқан мемлекеттік қызметкерлер көбіне пара алумен қатар мемлекеттік сатып алуда тендерге араласу, мансабын асырап пайдалану секілді олқылықтарға жол беретін көрінеді. Мысалға, соңғы 3 жылда қозғалған 39 іс бойынша 13 адам темір торға тоғытылған. Білім саласындағы қызметшілердің барлығын жинап, солармен кеңес өткізу, осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, профилактика мақсатында соңғы 2-3 жылда қылмыс азайып келе жатыр деп айта алмаймыз. Бүгінгі бас қосып отырған себебіміз де сондықтан азайып отырған жоқ білім саласында. Жиынға қатысқан қалалық аудандық білім бөлімі басшылары мен педагогтер қауымына жедел топтың арнайы бейнеролигі көрсетілді. Осы арқылы білім ошақтарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды көздеген тараптарға мектептің есеп-қисабымен айналысатын бухгалтерлер де риза. Было сказано, что берут. Мектеп деген бала тәрбиесімен айналысатын маңызды орта. Ондай жерде қалай сонда осындай сұмдық жайттарға баруға болады екен? Пара беру, мемлекеттік сатып алулар кезінде осындай олқылыққа жол беру дұрыс емес. Бүгінгі бас қосу арқылы мұндай жайтқа көз жұма қарамау керектігін ұғынуға болады. Жиын соңында мекеме басшыларына қандай да бір деректер анықталған жағдайда оларды болдырмау және алдын алу бойынша қажетті шараларды күшейту керектігі айтылды. Мақсат Бисенаев, Ернар Жомарт, Зарина Зулпыхар, Сарыарқа телеарнасы.